Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қазақ халқына аты әйгілі, менің атым Қожа, балалық шаққа саяхат атты тамаша кітаптардың авторы атақты Бердібек Соқпақбаев 1991 жылы 24 сәуірде Алматының сыртындағы саяжайында белгісіз жағдайда дүниеден өтті. Жазушының әйелі оның жүрек ауруынан өлді дегенді айтумен келген, бірақ бұған көпшілік сенгендей болған. Бұл ақиқаттан бөлек жазушы өз-өзіне қол жұмсат деген сөздер де айтылды. Ойлап қараңызшы, басынан қандай қиындықтар өтсе де мойымаған, талай дүниені көрген былай тұрсын, қатарластарының айтуынша мұрны пышылдап ауырып та көрмеген Шар Болаттай Шымыр Бердібектің өз-өзіне қол жұмсауы сіздіңше бұл шындыққа жанасады ма? Сөйтсек іс біз ойлағаннан да мүлде басқаша болып шыққан екен. Бұл туралы ащы шындықты қазақтың бір туар ұлы Қадыр Мырза Әли өзінің Жазмыш атты кітабында бұлай деп жазды. Бердібек Соқпақбаев сергек те шымыр, сүйегі асыл, мықты қазақ болған. Үлкен-үлкен аурулар түгіл, ұсақ-түйек аурудың өзімен ауырып тіптен тұмауратып көрмеген аяқ қолы балғадай азамат еді. Ал жазушы ретінде шындықтан, реализмнен басқаны мойындамайтын, бояма шығармаларды иттің етінен жек көретін бір беткей батыр қазақты. Бір күні сол ағамыз ойда жоқта қайтыс болды. Жұрттың сөзіне де өз құлағыма да сене алмадым. Сенуім де мүмкін емес еді. Бірақ сенбе, өлген адамды тірілте алмайсың. Арулап, о дүниеге аттандырдық. Қимас қаламгерді қара жер құшағына тапсырдық. Өз қолымызбен жерледік. Әйтсе де, көңілде күдік қалды. Адам бірдеңені сезеді, күдіктенсем, күдіктенгенде ақ екенмін. Кейін Бердібек Соқпақбаев қазасына куә болған бір әріптесімнен 4-5 адам болып барып, Кеңсайдағы саяжайынан төбеде асулы тұрған марқұмды өз қолдарымен түсіріп алғанын естідім. Қазақ баспасөзі оның қалай өлгені туралы шындықты бүгіп қалды. Біздің өзіміз түк білмедік. Қалың қазақ оқырманы әлі күнге шейін оның қалай қаза болғанынан бейхабар деп жазған болатын Қадыр Мырзали. Тасы өрге домалап, қалың қазақтың ішінде аты жайла бастаған Бердібекті қуғындау Ташкентте өткен Азия және Африка жазушыларының дүниежүзілік конференциясында басталған сияқты. Сол әлемдік жиында коммунистік партияның ыңғайына жақпайтын пікірді айтып қойған болу керек Бердібек Соқпақбаев. Жарайды, бұл болжам дейік. Енді бұл туралы жазушының өзі күйіне былай жазды емес пе? Бердібек Соқпақбаевтың өзі, мынаған қараңыз. Атағы айдасқан талантты жазушы 70 жылдан кейін мүлде жазбай кеткен екен. Балалық шаққа саяхат, менің атым Қожа, 16 жасар чемпион секілді ондаған кітапты топырлатып жазған Бердібек Соқпақбаев аяқ астынан ештеңе жазбай қалады. Мұның себебін сұрағандарға ол былай деп жауап берген екен. Не жазушы ем, түкте жазып жүргем жоқ. Менен маскүнемдер жақсы, олар ең болмағанда бастарын жазады. Жазбайын демеймін, әрине, жазғымақ келеді, бірақ ақиқатты айттырмайды. Өтірік жазғым келмейді деп жауап берген екен. Айналып келгенде мұның бәрі КГБ қызметкерлерінің қысымы екені кейін анықталған. Белгілі жазушы Мұзафар Әлімбаев та өзіне белгісіз бір адамдар келіп, Бердібек Соқпақбаев туралы ананы мұнаны сұрастырып, оның не ойы бар екенін білмек болғанда естелігінде жазып қалдырады. Ардақты жазушымыз сол кездері мерейі тасып тұрған атақты Дінмұхаммед Қонаевтың өзіне өкпесі қара қазандай болған екен. Бұл туралы Рымғали Нұрғали өз естелігінде мынадай жайтты жазып қалдырған екен. Мен Қазақстан түгіл, одан зорғыға да арызданғанмын кезінде. Әділет, шындық бар екен деп. 30-ның ішіндемін онда. Азия және Африка жазушыларының дүниежүзілік конференциясының атына Ташкентке жағдайымды айтып, үйсіз-күйсіз жүргенімді көрсетіп, телеграмма салам деп өмір бойы пәлеге қалдым емес пе?
КГБ-сы да, ЦК-сы да, жазушылар одағы да итті қуалағандай соңыма шоқ алып түсіп берсін. Бұрынғы бұрыш-бұрыштан пәтер жалдап, сылқита сыра ішіп жүрген күндеріме зар боп қалдым. Кітап басылуы да тоқталды. Атым тізімге қосылмайды, айналайын. Орыстарым болмаса, аштан өлетін едім. Әлгінде бәрің жабыла мақтап жатқан қожаны қорғайтын қазақтан біреу табылмай, Мәскеуде жариялағаннан кейін көзім аздап ашылды. Бірнеше қайтара басты, көп тілдерге аударды. Қалтамды толтырып қаламақы берді деп бір түйе келе Димекеңе, яғни Дінмұхаммед Қонаевқа ренішін былай деп айтқан екен. Сіз дүрілдеп тұрған шағыңызда қол ұшын берген жоқсыз. Бүгін мені мақтап жүрегімді жара жаздадыңыз. Түгел айтатынымыз өтірік, барлығы өтірік, кітап өтірік, газет өтірік, адамдар арасындағы қарым-қатынас өтірік. Өтірік, бәрінен жалғып кеттім деп күйінген екен Бердібек Соқпақбаев. Сіздің идеяларыңыз қоғамға жат, өзгеше ойлайсыз деп сылтауратып, яғни Бердібек Соқпақбаевтың жазған шығармаларын баспалар қайтарып тастаған екен. Әбден ашынып, қорлық көрген, ешкімнен қолдау табалмай күйінген жазушы Біріккен ұлттар ұйымына өтініш жазбақ ойы да болған көрінеді. Алайда, мұның бәрі КГБ-ның бақылауында өтіп жатқан болатын. Қарапайым күндері Бердібек Соқпақбаевты үнемі біреулерден жасырынып жүретіні, қашып жүретіндігін жақын туыстары байқағанын айтқан екен. Ол адамдар Бердібек Соқпақбаевты ұстап алып, жазықсыз жазушының сірікпесін шығаратын болған екен. Осылайша сүйенер тірегі, айтар адамы қалмай бүкіл қоғамнан, ондағы өтіріктерден шаршаған керемет, талантты, атағы әлемге жайылған жазушы 1991 жылы 24 сәуірде белгісіз жағдайда дүниеден өткен екен. Біз жоғарыда келтірген деректердің бәрі атақты жазушы Бердібек Соқпақбаевтың өз ажалымен емес кісі қолынан жазым болғанын көрсетсек керек. Сөз соңында ардақты Бердібек Соқпақбаевтың қиын күндері аз кем әңгіме құрып, жанын сергіткен Қадыр ағамыздың сөзін келтіргенді жөн көрдік ағайын. Қазақтың қадірі былай деген еді. Ол өзін өзі өлтіретін адам еместі. Қалай дәлелдесе де, мен оның асылып өлгеніне сенбеймін, алдымен өлтіріп, содан кейін асып кету мүмкін деген еді атақты жазушы Қадыр Мырзали Бердібек Соқпақбаев туралы. Құрметті халайық, ал сіз қалай ойлайсыз? Өз ойыңызды комментарийге жазып қалдырыңыз.